ат бағуға. Бұл қарындашыңыз бірінші болып шықтыңыз. Екінші вариант, екінші вариант, бұл вариант. Құрал қармау жана мергеншілік тақты ғана дейді. Жақшы, тұра қолшайып қойып жақшы. 400 сом ақшалай сөйлейміз. Азыр қыздар ақырғы сұрау берем. Андан кейін біз бұл жақта тұрған көрушілерге дағы сұрау береміз. Ошондуктан даярдаңыздар, тақ болыңыздар. Кейінгі сұрау. Ат үстінде ұзақ убакыт салгылашууга чыдоо эмнеге байланыштуу болгон? Суроону кайталайм. Ат үстүндөгү узак чабышууга, салгылашууга чыдоо эмнеге байланыштуу болгон? А вариант. Куралдын ордугуна. Б вариант. Ат менен адамдын машыккан биримдигине. Взаимоотношения, ат менен адамдын взаимоотношения. Так, С вариант. Тамактын көптүгүнө. Д вариант. Аба ырайына. Так, кайсыл вариантты тандайбыз? Так, сіздің вариантыңыз А, тағы? Б, С, екі вариант таңдатасыз, біреусін таңдашыңыз керек. Б варианты, жақсы. Қарындашым қойыңыз, Б варианты. Ат пен адамдың машыққан биримдигине қол чайып қойыңыз, жақсы. Анда келіңіздер, бізде ақшалай сыйлықтарды қыздарға игаралы, қол чайып қуаттап қойсаңыздар болады. Азамат сыңар, ең соңын бізде ең бірінші көп ұпай топтаған бұл жақ қарындаш келші, және атын кем? Атын. Айдай қарындашымызға 400 сом ақшалай сыйлық қол чайып игарабыз меймандар. 400 сом ақшалай сыйлық. Атын кем? Ким? Мұхаммед. Так, Мұхаммедке 100 сом ақшалай сыйлығы. Bir сұрауға тұра жауап берді. 100 сом ақшалай сыйлық. Алағай Мұхаммед жақсы. Так, бұл жаққа жауап беріңіз. Қанша сұрау? Bir сұрау атыңыз кім? Азиза. Азизаға 100 сом ақшалай сыйлық береміз. Жақсы. Жақсы. 3 сұрауға тұра жауап беріңіз. 3 сұрауға тұра жауап беріңіз. Атыңыз кім? Оксанаға 300 сом ақшалай сыйлық. 3 сұрауға мықты жауап берді. Жақсы. Жана сіз келіңіз. Айперге қанша сұрауға тұра жауап беріңіз? Мен 5 сұрауға болды, сіз бұл жаққа шықтай деп көрдіңіз. Негізі тіге қарындаш жауап берді, бірақ 400 сом ақшалай сыйлық берелесіз. Разыңыз ба? 400 сом ақшалай сыйлық. Хорошо. 400 сом ақшалай сыйлық бара келді қыздарым. Жақсы, аламыз. Так. Жақсы, эми урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен ойнойбуз. Суроолорду берем. Туура жооп бергендер алдыга келип, жообузга суроого туура жооп бергендер келип, белеңиздерди алсаңыздар болот. Колуңузду көтөрөбүз, ызы-чуу чыгармай жок, мушташып кетпей жок. Биринчи суроо сиздерге кеттик, меймандар. Кайсы оюн кыргыз элинин улуттук интеллектуалдык оюну болуп саналат? Варианттар. А вариант ордо, Б вариант ачык атуу, С вариант тогуз коргоо, Д вариант 5 таш. Так, кел қарындашым. Б варианты, С варианты кен, тогуз коргол варианты. 100 сом ақшалай сыйлық игарабыз. Қайда? 100 сом ақшалай сыйлық варианты. Ийинки суроо тыңдайбыз. Тогуз корголдо ар бир оюнчунун канча оюгу бар? 9 корголдо ар бир оюнчунун канча оюгу бар? А вариант 7, Б 8, С 9, Д 12. Кайсыл вариант? Так, кел кардаш. Так, 9. Жооп туура. Кел, алабыз. 100 сом акчалай. Браво. Жақсы. По-любому алаң көп жүргенсің да. Жақсы, так. Кейінгі сұрау. Ойындың башында 9 корголдо жалпысынан қанша коргол болот? Ойындың башында 9 корголдо жалпысынан қанша коргол болот? А вариант 72, Б вариант 81, С вариант 90, Д вариант 108. Кел. Қайсыл вариант? Б вариант таңдапсың, 81 дегенде жақ, жооп туура эмес. Так, С вариант таңдайсыз, С вариант кел, карындашым, 90, жооп туура кол чайып коесуз. 90, С варианты. Жок, кечиресиздер. Негизи жооп туура могу бала айткан экен, кечирип койсо, кечиресиз. Бул балага беребиз. Жакшы. Так, кайсы оюнда чүкөлөрдү тегеректен атып чыгарышат? Bunu Cemil Ötü okşaydı. Meyli hareket görüyoruz. Kaysı oyunda çükülörü tегеректен атып